Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қалдеріңіз қалай? Апта ауысып, таң атып, күн батып, өмір өзінің толқынымен турасынан кетіп барады. Оған бәріміз куәміз. Бірақ Қазақстанда тағы бір тоқтаусыз кетіп бара жатқан көш бар. Ол қарапайым қарашаны құзға құлататын түпсіз терең тұңғиық. Тәптіштеп айтсақ, ол жемқорлық, жоқшылық, қымбатшылық, сенімсіздік, тағысын тағы. Осы құздан қарапайым елді қалай аман сақтап қалу керек? Бұл сауалдың жауабын табу қиямет қазір. Себебі халықтың қазынасын қарпып жеген шенеуніктердің бұл мәселеге түкіргені бар. Өйткені олар Қазақстандағы жетім жесірдің, қарапайым қатардағы қызметкердің ақысын жейді де, сол тапқанын шетелге апарып тығады. Ел басына күн туса тайып тұрады, сосын шекара асып. Оны қаңтарда көріп үлгердік. Бұл Қазақстанның қордаланған мәселесін шешу қаңтар қырғынында. Қандай жағдай болмасын, халықпен бірге соңына дейін қаламын, ешқайда кетпеймін деген президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен жанындағы санаулы жұрт жанашырына керек дегенді аңғартады. Жаңа Қазақстанның бастауы сол. Тек ел еңсесін тіктейтін кезеңге жемқорларсыз, арсыз шенеуніктерсіз жетсек деген талап бар біздің көкейімізде. Ендеше ағайынға тізесін батырған тексіз чиновниктердің бетін тілетін Нартай Юсиферде жағымпаздықтан алдына жан салмайтын, өзінен қызметі жоғары адамның артына сүңгуірден бетер сүңгіп кететін қазақстандық шенеуніктерге заңгерлер осы аптада үлкен ескерту жасады. Енді заңға сәйкес қызметтік кабинеттерге Нұрсұлтан Назарбаевтың портретін ілуге болмайды. Бітті. Өзінің сана сезімді өзгерту керек, заң ешкімге қарамау керек, конституция ең жоғарғы акт болып тұр. Соны күтесіз. Біздің сана сезім әлі чиновниктерде астында елбасы не істеп тұрады, портрет әлі бар. Одан портрет шешіп тастау керек. Өйткені ол конституцияға сәйкес келмейтін нәрсе деп заңгерлер айтады. Қысқа. Нұрсұлтан Назарбаевты көсем қылып көрсетуге тырысқан қазақстандық шенеуніктер жағымпаздықтың талай тың түрін ойлап тапқанын білеміз. Соның бірі фильмдер түсіру. Қазір аталған туындыларға кеткен мемлекеттің ақшалары әшкере болып жатыр. Міне, Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры 2021 жылы жарыққа шыққан Оливер Стоунның «Қазақ. Алтын адам» тарихи фильмін түсіру үшін $7 миллион төлеген. Фильм Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған. Мағынасын мен айтпай-ақ білесіздер ғой ағайын. Осы тұста журналистер Нұрсұлтан Назарбаев қорына елдегі мүйізі қарағайдай компаниялардың қыруар қаржы аударып келгенін анықтады. Мәселен, қазақмыз соңғы 4 жылда қорға 79,4 миллиард теңге аударғаны белгілі болды. Здесь больше денег, чем мы могли бы потратить за 10 жизней. Қазақстанды уағында мемлекет емес, өзінің меншігінде көргендердің тыныстары тарыла бастады. Оның бір айғағын мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров көрсетті. Нұрсұлтан Назарбаев билікте отырғанда аты шыққан Болат Назарбаевтың біз білмейтін тірліктері толып жатыр екен ағайын. Басқасын былай қойғанда, Болат Назарбаев Қаскелең, Талғар, Нұрсұлтан қалаларында коттедж қалашығын және әкімшілік ғимарат пен базар салуға 240 гектар жер алған. Қанша қазақ 10 сотық жер ала алмай тентіреп жүргенде тұңғыш президенттің туған бауыры жалғанды жалпағынан басып жүргенге ұқсайды. Депутат аталған фактінің дереу тексерілуін талап етті құзырлы орнынан. Біз өткендегі ығайлар мен сығайлардың жемқорлық, протекция істеріне сабақ алуымыз қажет. Болат Назарбаев деген қазақстандық азамат 5 жыл мерзімде Қаскелең, Талғар, Астана қалаларында коттедж қалашығын салуға, әкімшілік ғимарат, базар салуға 244 гектар тұратын 59 жер телімін алған деген ақпарат бар. Сол кісінің фамилиясына берілген қағаздар менің қолымда. Бұл жер телімдерінің нарықтық бағасы $100 миллион тұрады. Ал цифрлық даму министрлігінің директоріне сүйенсек, 2 миллион азамат 10 сотық жер ала алмай телміріп жүр. Бұл неткен әлеуметтік теңділік. Конституциядағы теңдік принциптері қайда? Осындай әлеуметтік диспропорция халықтың ашуын тудыратыны сөзсіз. Біз түсінуіміз керек. Мұндай бұраудың міндетті түрде сұрауы болады. Кеңес аппаратына,
осы мәселемен терең айналысуды тапсырамын. Жер аманат комиссиясымен бірігіп, бұл мәселені түбіне дейін жеткізіңіздер. Міне, жаңа Қазақстанның сұлбасы көрінгендей болды, ағайын, келісесіздер ғой. Хош, Нұрсұлтан Назарбаевтың туыстары қарпып қалған қара жердің мәселесі қозғалғанда, заң шығарушы орган өкілдері Тимур Құлыбаевты да ұмытпады. Цитата: Болат Назарбаевпен қатар Тимур Құлыбаевтың да Қазақстанның әр жерінде емденіп алған жерлері бар. Соны да тексеру керек, деді мәжілісмен. Не дейміз енді? Айтылғанның бәрі жүзеге асса, билік пен бұқараның арасы айтарлықтай жақындайтыны белгілі. Қайрат Сатыбалдыұлына қатысты тергеу аяқталды. Іс барысында 240 миллиард теңгеден астам қаражат мемлекетке қайтарылды. Ескерте кетейік, Қайрат Сатыбалдыұлына қатысты аяқталған тергеу тек Қазақтелеком мен көліктік сервис орталығы акционерлік қоғамдарының қаражатын аса ірі көлемде ұрлау фактілері ғана әшкереледі. Соның өзінде мемлекетке қайтарылған 240 миллиард теңгеден бөлек елде және шетелде қосымша жылжымайтын мүлік, автомобильдер және жалпы сомасы 400 миллиард теңгеден астам ақшалай қаражат анықталып, жақын арада мемлекетке қайтарылады. Сөз басында бұл тергеу Қайрат Сатыбалдыұлына қатысты мәселенің бір бөлігі ғана екенін ескерттім ғой. Себебі қазір оған қатысты салық пен кедендік төлемдерді төлеуден жалтару, қылмыстық кірістерді заңдастыру фактілер бойынша қылмыстық істер қосымша тергеліп жатыр. Құзырлы орын жасырмай жайып салды бәрін. Тыңдаңыздар. В отношении Кайрата Сатыбалдыұлы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей и легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. В стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов США. Қазақстанда жалғанды жалпағыдан басқан тағы бір топтың аяғы аспаннан келді. Енді олардың тағдырын сот шешеді. Әңгіме Кәрім Мәсімов туралы. Осы аптада Ұлттық қауіпсіздік комитеті Кәрім Мәсімов пен оның бұрынғы орынбасарларына қатысты тергеудің аяқталғанын мәлімдеді. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Қаңтар қырғынында мемлекетті сақтап қалудың орнына Қазақстанды құлатпақ болғандардың сапында Кәрім Мәсімов пен орынбасарлары болғанынан бұқара хабардар қазір. Бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған, қазір тергеуде жатқандарға мемлекетке опасыздық жасау, билікті күшпен басып алу, билікті немесе лауазымдық өкілеттіліктерді асыра пайдалану сынды баптармен айып тағылуда. Сот енді Мәсімовтің, Садықұловтың, Ерғожиннің, Өсіповтің, Акиповтың, Бекмұратовтың тағдырларын заңға сүйеніп шешетін болады. Ал біз қашанғыдай соттың әділ өтуін, қылмыскерлердің қатаң жазалануын талап етеміз. Қазақстан дүниежүзілік банктен 345,7 миллион евро қарыз алды. Қазақстан әлемді басқа жағынан басып озбаса да қарыз алу жағынан алдына қара салмайды. Қап-қап қаржыны қарызға алған Қазақстанның жағдайы қаншалықты жақсарып кететінін білмеймін. Бірақ біздің арсыз шенеуніктер берілген қарызбен білгенін істеп, қашанғыдай тойымсыз өңештерінен өткізіп жібермесе болар еді. Себебі менің ұлтым дегенді, менің мүлкім деп түсінетін қазақстандық чиновниктерге ел баяғыдан сенбейді. Хош, дүниежүзілік банктен алынған 345,7 миллион евро жеке сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және COVID-19 пандемиясынан кейін Қазақстан экономикасының тұрақты қалпына келуін қамтамасыз ету үшін жұмсалмақ екен. Алудай қалып жатырмыз қарызда. Тек қайтару жағы қалай болар екен деп уайымдаймын мен. Қиналып қалсақ ақшаның орнына беретін бірдеңе қалды ма екен өз Қазақстанда? Қазақстанның ақшасы қайда кетіп жатыр? Бұл сұрақ бәріміздің жүйкемізге жүк. Бірақ жауабын білсек, жынданып кетеміз бе деп қорқам. Айтайын. Міне, Мәдениет және спорт министрлігі Түркістан облысы мен Маңғыстау облыстарына турист шақыру үшін 2 миллион доллар жұмсамақ деген ақпарат шықты. Ай шешеңнің, ай шешеңнің, аш.
Әлем елдері турист шақырып ақша табады, ал Қазақстан турист шақырған үшін ақша төлейді. Және ол ақталмайды ғой шіркін. Сонымен, Мәдениет және спорт министрлігі Маңғыстау мен Түркістан облыстарында 20 шарадан өткізбек. Концерттер мен стендап кештерін ұйымдастырады, ашық аспан астында фестивальдер жасамақ және спорттық марафондар өткізбек, тиктокерлер жинап экскурсия да жасамақ. Осыған мемлекеттен 499,9 миллион теңге бөлмек екен. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Сөзім жоқ мынаған. Халқымыз қымбатшылық пен кедейшіліктен бас көтере алмай жатыр. Ал шенеуніктердің тірлігі анау. Ай, қарапайым қазағым ай. Осындай ақпараттарды айтқанда сіздерді жұбататын сөз таппай қиналам мен. Қайтейін. Біздің биліктің таңғалдырар шешімдері жетіп жатыр. Соның бірі қоғамның санасын жаңғырту үшін деп шенеуніктер бюджеттен ақша бөліпті. Енді мұқият тыңдаңыздар. Біз бен сіздің санамызды жаңғырту үшін Қазақстан билігі 968 миллион 900 теңге ақша бөлген. Қалай ағайын? Саналарың жаңғырып жатыр ма? Тақырыпты түбінен зерттеген журналистер бұл бөлінген ақшаның жартысы ғана екенін айтты. Жалпы қазақстандықтардың қоғамдық санасын жаңғырту үшін министрлік 2 миллиард теңгеге жуық ақша бөлмек екен. Сөзім жоқ. Қазақстан әйтеуір бір рейтингте көш бастады. Қуануға асықпаңыздар. Қазақстан азық-түлік қымбатшылығы жағынан Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында бірінші орында тұр. Я просто похлопаю. Ұлттық статистика бюросы Қазақстанда шілдеде инфляцияның жылдық деңгейі 15%-ны құрағанын айтты. Қазақстандық шенеуніктердің жемқорлығы сатылаған сайын арсыздыққа қарай адымдай береді. Міне масқара. Оралда шенеунік әйел ауыр дертке шалдыққан мүгедектерден жүйелі түрде пара алып келген. Офигеть! Батыс Қазақстан облыстық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментінің басшысы Бақытжамал Бекқожина мен нөмірі 2-ші емхананың невропатолог дәрігері Римма Телбаева мүмкіндігі шектеулі адамдардан пара алған үшін ұсталды. Бекқожина мүгедектікті тағайындап создыру үшін 20 және 100 мың теңге аралығында пара алып отырған. Ол Шейерман Мау Паркинсон дертіне, омыртқа жотасының остерохондрозына шалдыққан, ми тамырлары зақымданған, туылғалы гидроцефалияға шалдығып, ми талмасына ұшыраған адамдардан түрлі көлемде пара алған. Нет слов. Жалпы 12 эпизод анықталған. Мүгедек жандардан сыбайлас екеудің алған пара көлемі 1 миллион теңгеге жетіпті. Айтпақшы, дәрігер Римма Телбаева бұл схемада делдал рөлін атқарған. Ар ұят деген түсініктерді кей адамдар қашан жоғалтып алған деп шошимын дейді. Қазақстанда ақылы түрде киік аулауға рұқсат берілуі мүмкін. Келдік, мен келдім. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешев әлгіндей сөзді айтты. Цитата. Күн тәртібінде спорттық және әуесқой аңшылықты ұйымдастыру мәселесін қарастырып жатырмыз. Бірақ ол келесі жылдың еншісінде қалуы мүмкін. Яғни бұл ақылы аңшылық болады, деді министр. Негізінде осы Брекешев мырзаға бір нәрсені нақты шешіп алып сөйлеген дұрыс болар еді. Әйтпесе шешілмеген мәселелерді шауып айтудан тартынбайды өзі. Өткенде 80 мың киікті атамызды белді шулатып ақыры президенттен сөгіс естіп тынды. Ендігі сөзі мынау. Негізі ауызы күйгеннің бәрі өреп ішпейді ау деп қалам осыдан соң. Былтыр қуаңшылықта халыққа қатырып көмек бере алмаған, азық-түлікпен ағайынды қамтамасыз ете алмаған жауапты органдардың алғы шебінде ауыл шаруашылық министрлігі жүрді. Ол заңдылық. Содан кейін оларға сұрақ туады. Айналайындар, былтырғы тірліктерің анау, биыл не бітіріп жатырсыңдар деген. Олардың жауабы стандартта. Тізіп алған сандарын зудыратып оқып шығады. Бұл жолы журналистер ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевке былайша сауал тастады. 1 қыркүйекте оның министр болғанына тура 1 жыл болады екен. Осы аралықта істеген жұмыстарыңызға көңіліңіз тола ма? Деді. Жауап былай болды.
бір жылда біраз жұмыс атқарды да аяғым мырза. Сол сөздің рұқсат болса, сол қаңтарға дейін аман есен жетіп, сол жақта арнайы сұхбат беріп, арнайы ақпарат беретін боламыз деп қазір бұл уақыт жетпейді, соның бәрін айтып болды. Қаңтарға аман есен жетіп алайық дейді министр. Бірақ нақты сұрақтан сытылып кетті. Ал сіздің көрермен, ауыл шаруашылық министрінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Өзі туралы ең болмағанда халықтың пікірін оқысын, комментарийге жазыңыздар. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, Нартан Ньюс осымен тәмам, біз аптаны қорытындыладық. Біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыз, қоңырауды басыңыз, комментарий жазып таратыңыз. Өйткені біз сіздер үшін қызмет етеміз.